Қайырлы күн оқушылар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып жаратылыстану 4-ші сынып, айналамыздағы пайдалы қазбалар. Бүгін сен пайдалы қазбаларды қолдану туралы білесің. Балалар, суретте не көріп тұрсыздар? Дұрыс айтасыздар балалар. Пайдалы қазбалар. Оларды қандай топтарға біріктіруге болады? Әрине балалар, кенді және кенсіз пайдалы қазбалар. Балалар, Эврика энциклопедиядан қола дәуірі, темір дәуірі, тас дәуірі деген ұғымдарды кездестірді. Ол бұл сөздердің пайдалы қазбаларға қандай қатысы бар деп ойлады. Сіздер қалай ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар балалар. Бұл пайдалы қазбалардың пайда болу дәуірлері. Пайдалы қазбалар өмірдің барлық саласында, шаруашылықта, тұрмыста, құрылыста, өндірісте, медицинада, энергетикада қолданылады. Мысалы, косметика, тіс протезі және маргарин майын алсақ, оларға не ортақ болуы мүмкін? Олардың бәрі мұнай өнімдерінен жасалады. Сонымен қатар, кір жууға ұнтағы, бояу, вазелин, ермек саз, музыкалық аспаптардың ішектері сияқты заттар да өндіріледі. Ал көмірден жасанды графит алынады. Пайдалы қазбалар әлемде мұндай ғажайып өзгерулер өте көп кездеседі. Білесіздер ме балалар, бір қызығы пайдалы қазбаларды үнемдеу үшін ойлап табылған баламалы қуат көздерін жасау үшін де мұнай қажет екен. Мысалы, күн батареясын жасау үшін мұнай шайыры, ал сыртқы корпусын жасау үшін пластмасса пайдаланылады. Назарларыңызға рахмет оқушылар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.